Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мен қазан жаппай нан көрсетемін. Ұнымызға тұз саламыз, дрожж саламыз. Оны қамырды негізінде жұмсақ қылып илеу керек болады. Қазан жаппай нанға қаттылау илемейді. Бауырсақ сияқты қылып илемейді. Жұмсақ қылып илесеңіздер, тез көтеріледі, тез піседі. Сүтке илеуге де болады, я болмаса былайша суға да илеуге болады. Мен өзім сүтке илеп отырмын. Шамалы май қосып, жақсылап осылай жұмсақ қылып илеу керек болады. Жұмсақтығы осындай болады. 10 минуттай иін қандырып, жақсылап илеп 20 минутқа қойып қоямыз. Осы 500 грамм ұннан 7 кішкентай күлше шықты. Отымызға табаны қойдық. Оны жақсылап қыздыру керек болады. Сосын осылай дәндерді сеуіп, кез келген дән себуге болады, я болмаса сеппесеңіз де болады, қалауыңыз бойынша. Астын жаймен басып, екінші табаны қойып қоясыздар да, былай аударасыздар. Астын қатты жақып қоясыздар. Осындай болып қызарып шығу керек. Әрбір қамырды үстіп салып, үстіп пісіре береміз. Пісу уақыты жоқ, былай көтеріп, көріп тұрасыздар қызарғанша. Қызарып болса, уже шығарасыздар. Осылай жақсылап қызарды пісіресіздер. Осы достар, қазан жаппай нан әдем болып шығады, жұмсақ болып. Видеоның астында описаниеда толық рецепт тұр. Телеграм каналыма, Инстаграм аккаунтыма сілтемелері тұр. Сілтемеге өтіп, маған тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше.